Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Көп уақыт созбай сабақта бірден бастап кетейік. Бізден көп сұрайтын сұрақтардың бірі орыс тілін неден бастау керек, қайсынан бастау керек деген сияқты көп сұрақтар қояды. Орыс тілінде 200 мыңнан астам сөз бар екен. Бірақ біз әрине бұны күнде қолданбаймыз. Күнделікті қолданатын сөздеріміз 300-400 ғана сөз екен. Яғни біз күнделікті көшеде сұраймыз, жауап береміз, немесе келісеміз, келіспейміз. Яғни күнделікті айналып келетін сөздер осы 300-400 ғана. Яғни сіз жай ғана сөйлесу үшін осы 300-400 сөзді ғана білсеңіз жеткілікті. Қараңыз, біз орыс тілінде, біз қай тілде болсын сөйлеген кезде біз сұраймыз, немесе бізден сұрайды, не жауап береміз, немесе бізге жауап береді, немесе жоққа шығарады, немесе біз жоққа шығарамыз. Сосын бұл келер шақ, осы шақ, өткен шақ. Біз сұраймыз, жауап береміз, немесе жоққа шығарамыз. Яғни біз сұраймыз осы шақта, мысалы, ты любишь сұрап тұрмыз, немесе ты любишь, немесе ты не любишь. Бұл осы шақта болып тұр, қазір сұрап жатсыз. А егер өтіп кеткен шақ болса, ты любил, ты любил, ты не любил. Немесе келер шақта ты будешь любить, ты будешь любить, немесе ты не будешь любить. Яғни біз жай ғана интонацияны өзгертіп сұраймыз, жауап береміз, жоққа шығарамыз. Ютубта біраздан бері видео шығармай жүргенім себебі біз онлайн курс ашып жатырмыз. Көпшіліктің сұрауы бойынша өте арзан, тиімді және мынау орыс тілін енді үйреніп жатқандарға бастапқы деңгейге арналған курс жасап жатырмыз. Курсты біздің қазақ тілі, орыс тілінің мұғалімі, филолог мұғалім Қарлығаш апай жүргізеді. Сондықтан осы бірінші сабақты қазір көрсетемін, бір жағынан танысу болсын, ары қарай мұғалім өзі түсіндіреді. Құрметті достар, сәлеметсіздер ме? Орыс тілін үйрену курстарына қош келдіңіздер. Бүгін біздің сабақтарымызды бастаймыз. Енді біздің ең бірінші мақсатымыз ол бастауыш қарапайым деңгейде орыс тіліге үйрену. Күнделікті өмірде кез келген тілде сөйлесу үшін бізге не жеткілікті? Біз тек қана сұрақ қоямыз, сол сұраққа жауап береміз. Не болымды, не болымсыз түрінде сұрақпен келісеміз, немесе келіспейміз. Мысалы, біз далаға шығамыз, көшеге шығамыз, жұмысқа келеміз, достармен кафеде кездесеміз, сонда біз не істейміз? Біз сұраймыз: сен бүгін не істейсің? Что ты будешь делать? Сен бүгін не істедің? Что ты сегодня делал? Кіммен кездестің? Кіммен кездесесің? Қандай тамақ жейсің дегендей. Орыс тілінде болсын, қазақ тілі болсын, ағылшын тілі болсын. Грамматика жағынан ең бірінші ол етістіктермен танысу, етістіктердің шақтарымен танысу. Орыс тілінде 3 шақ бар. Будущее время, настоящее время, прошедшее время. Будущее время келер шақ, настоящее время осы шақ, прошедшее время өткен шақ. Дүкенге кіргенде сұрайсыз, мысалы, бұл нан қандай? Жаңа нан ба, жоқ кешегі нан ба, свежий хлеб, не свежий хлеб, если у вас сегодня там, допустим, апельсины, лимоны и так далее, и так далее. То есть күнделікте біз не істейміз? Біз тек қана сұраймыз, содан кейін оған жауап береміз, немесе болымды, немесе болымсыз түрінде, жаңағындай айтқандай. Сондықтан бастайық. Бірінші біздің грамматикалық негізгі құрылымыз бұл етістіктің шақтары. Осыдан біз бастаймыз. Мысалы, осы құрылым бойынша біз түрлі тақырыпты алып айналымға түсіреміз. Будем наращивать наш лексический, грамматический запас, используя вот эту вот таблицу. Ең бірінші шақтың түрі времена глаголов. Глагол қазақша болады етістік, орысша глагол. Времена шақтар. Это будущее время, келер шақ. То есть то, что будет, то, что наступит. Мысалы, келер шақта, будущее время. Сұрақ қояйық. Что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Сен не істейсің? Что ты будешь делать?
Мысалы, я буду кушать. Я буду кушать. Я что буду делать? Я буду кушать. Ты будешь кушать. Вы сыпай түрі. Орыс тілінде бізде вы деген, это вежливая форма, сыпай түрі. Вы будете кушать. Он, она, категория рода в русском языке, об этом не забываем. Он будет кушать. Она будет кушать. Бәрі бірдей болып тұр. Будущее время. Множественное число. Мы будем кушать. Мы будем кушать. Вы будете кушать. Вы будете кушать. Вежливая форма. Сыпай түрі. Они будут кушать. Міне, байқаңыздар, қараңыздар. Ештеңе өзгермейді. Кушать деген етістік бізде өзгермейді. Тек қана мына жерде біз сөздерді ауыстырамыз. Я буду, ты будешь, вы будете, он будет, она будет, мы будем, вы будете, они будут. Содан кейін осы сөзді айтқанда будете, жіңішке айтамыз. Будете емес. Ты деген дыбысымыз бұл жіңішке айтылады. Вы будете кушать. 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 Не кушать, а кушать. Бұл дұрыс. Мысалы, болымсыз түрінде. Я не буду кушать. Я не буду кушать. Ты не будешь кушать. Вы не будете кушать. Он, она не будет кушать. Мы не будем кушать. Вы не будете кушать. Вы не будете кушать. Они не будут кушать. То есть ничего не меняется. Ештеңе өзгермейді. Кушать, кушать. Буду, не буду. Міне сіздерге тек қана осыны білу керек. Буду келісу, не буду келіспеу. Мысалы, сұрақты тағы қалай қоюға болады? Что ты будешь делать? Или же сен тамақ ішесің бе? Ты будешь кушать? Ты будешь кушать. Ты будешь кушать. Сұрақ қоямыз. Сен тамақ ішесің бе? Сұрауды қоямыз. Содан кейін қайтадан айтамыз. Я буду кушать. Да, я буду кушать. Ты будешь кушать, вы будете кушать. Я не буду кушать, ты не будешь кушать, вы не будете кушать. То есть вот так вот мы отвечаем на вопросы. Осылай біз сұрақтарға жауап береміз. Мысалы, басқа етістікті алайық. Что ты будешь делать? Я буду пить. Пить чай. Я буду пить чай. Я буду пить кофе. Мен чай ішемін, мен кофе ішемін. Ты будешь пить чай. Вы будете пить чай. Она будет пить чай. Он будет пить чай. Мы будем сейчас пить чай. Қазір біз чай ішеміз. Мы будем сейчас пить чай. Қазір біз көк чай ішеміз. Мы сейчас будем пить зеленый чай. Қазір біз сүтпен чай ішеміз, сүтті чай ішеміз. Мы будем пить чай с молоком. Ыстық чай, горячий чай. Но везде одинаково. Пить деген етістік бізде өзгермейді. Мы будем пить чай, вы будете пить чай. Вы будете пить чай, они будут пить чай. Бірақ, қандай айырмашылық бар? Қазақ тілінде бізде етістік соңында тұрады. Біз шай ішеміз. Сен шай ішесің. Орыс тілінде я буду пить чай. Етістік сөйлемнің ортасында тұрады. Бұл жаңағы қазақ тілінде тұрақты түрінде етістік тек қана соңында тұрса, орыс тілінде ол былай да жүре береді. Сөйлемнің ортасында да тұрады, сөйлемнің аяғында да тұруға мүмкін. Көбінесе сол сөйлемнің ортасында тұру. Я не буду пить. Да? То есть я не буду пить чай. Ты не будешь пить чай. Вы не будете пить чай. Она не будет пить чай. Мы не будем сейчас пить чай. Вы не будете сейчас пить чай. Вы не будете, вежливая форма, пить чай. Они не будут чай пить. Они не хотят пить чай. Они его не будут пить. Етістік өзгермейді. Пить, пить. Кушать, кушать. Тағы бір етістікті алайық. Что ты будешь делать? Что ты будешь
делать. Ты будешь думать. Ты будешь думать. Ойланасың ба? Не істейсің сен? Ойланасың ба? Мен ойланамын. Мысалы, да, я буду сейчас думать. Я буду думать. Мен қазір ойланамын. Мен сол туралы қазір ойланамын. Я буду думать об этом. Ты будешь думать об этом. Вы будете весь день об этом думать. Она будет сегодня об этом думать. Он будет думать. Мы все сейчас будем над этим думать или об этом думать. Вы будете думать. Вы будете думать. Они будут думать. Қазақша қалай болады? Мен ойланамын, сен ойланасың, сіз ойланасыз, ол ойланады. Орысша я буду думать, ты будешь думать, вы будете думать, она будет думать, мы будем думать, вы будете думать, вы будете думать, они будут думать. Я не буду я думать. Мен ойланбаймын. Я не буду думать. Ты не будешь думать. Нет времени думать. Ты не будешь думать. Вы не будете думать. Она не будет думать. Мы не будем думать. Вы не будете думать. Вы не будете думать. Они не будут думать. Міне сіздер көргенде біздің етістігіміз өзгермейді. Тек қана болымды түрінде бізде буду деген сөз өзгереді. Болымсыз түрінде не деген сөзді қосамыз, содан кейін мынау қалады. Буду, не буду. Будешь, не будешь. Будете, не будете. Будет, не будет. Не будем, будем. Не будете, будете. Не будете, будете. Будут, не будут. Ешқандай қиыншылық жоқ. Тек қана етістіктерді жаттау керек. Оларды жаңағы пайдаланғанда тек қана осы жерлерде ауыстыру керек. Болды, ешқандай қиыншылық жоқ. Бұл жаңағы келер шақ, будущее время. Енді осы шақ, настоящее время кішкене басқаша болады. Кішкене қиындау болады. Бұл жерде сөздер өзгереді. Содан кейін өткен шақты, ол да кішкене басқаша болады. Бұл формалармен біз келесі сабақта танысамыз. Әзірше бүгін осы.